Қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері. Қазақ мемлекеттігінің тарихы ұлы даладағы мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан үздіксіз күрделі процесс болып саналады. Бұл эсседе мен қазақ мемлекеттігі дәстүрлерінің қалыптасуы жолын ежелгі тайпалық бірлестіктерден бастап қазақ хандығы арқылы кеңес дәуіріндегі ұлттық автономияға ұмтылу және 1991 жылғы тәуелсіздікке жету кезеңдерін талдауды мақсат етемін. Қазақстан аумағындағы мемлекеттік дәстүрлердің жалғастығы тек саяси құрылымдардың алмасуы немесе саяси құрылымдардың алмасуы ғана емес, онымен бөлек көшпелі өркениеттің әлеуметтік, мәдени, құқықтық негіздерінің ұрпақтан ұрпаққа берілуімен ерекшеленеді. Қазақ хандығы құрылуының алғы шарттары. Қазақ мемлекеттігінің тарихи негізі сақтар, ғұндар, түрік қағанаттары және алтын орданың мұрагері болған ақ орда 13-15 ғасырлар арасында ежелгі және орта ғасырлық мемлекеттерден бастау алады. Бұл мемлекеттер көшпелі әскери, саяси ұйымдасу, жошы әулетінің билік дәстүрі және ел мемлекет ұғымдарын қалыптастырды. Ақ ордадағы этникалық топтардың шоғырлануы және Әбілқайыр хандығындағы дағдарыс, әділетсіздік қазақ хандығының құрылуына тікелей саяси және этникалық алғышарттар жасады. Қазақ хандығының құрылуы тарихы мен территориясының қалыптасуы. Қазақ хандығының құрылуы 15 ғасырдың ортасындағы орталық Азиядағы саяси дағдарыспен тығыз байланысты. 15 ғасырдың 40-шы жылдарынан бастап Дешті Қыпшақ даласында Әбілқайыр хан билеген көшпелі өзбектер мемлекетті үстемдік етті. Бірақ Әбілқайыр ханның қатаң саясатымен мемлекет ішіндегі наразылық болған әділетсіздік бір жағдай, Моғолстанмен соғысы халықтың наразылығын тудырады. Бұл жағдайды пайдаланған жошы ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек сұлтандар, олар бастаған көптеген тайпалар 1459-60 жылдары Әбілқайыр ханнан бөлініп, Моғолстанның батыс аймағына Шу және Қозыбасы өзендерінің бойына көшіп келді. Бұл көші-қон қазақ хандығының құрылған жылы ретінде тарихқа енді. Моғолстан билеушісі өз кезегінде Есенбұға оларға қоныстануға жер берді. Оның мақсаты батыстағы інісі Жүністен қорғану және Әбілқайыр ханға қарсы күресте ортақ бір мүдде болды. Хандықтың территориясының қалыптасуы мен нығаюы әсіресе Қасым ханның тұсында 1511-1521 жыл аралығында болды. Оның билігі тұсында ерекше қарқынды дамыды. Оның кезінде хандықтың шекарасы күшейіп, кеңейіп, Дешті Қыпшақтың көп бөлігі, одан бөлек оңтүстік Қазақстандағы Сырдария бойындағы қалалар, Сайрам, Созақ үшін күрес жүргізді. Қасым ханның тұсында хандықтың халқы 1 миллионнан асып, оның саяси ықпалы күшейеді. Ол Қасым ханның қасқа жолы атты дәстүрлі қазақ құқық нормаларын жүйелеу арқылы көшпелі мемлекеттің алғашқы құқықтық дәстүрін нығайтты десек болады. Кейінгі Хақназар, Тәуекел, Есім хандардың билігі кезінде хандықтың аумағы мен саяси құрылымы одан әрі тұрақтанады. Кейін Тәуке ханның тұсында 7 жарғы заңдар жинағы шығып, құқықтық дәстүрдің жоғарғы деңгейге көтерілгенін көрсетті. Қазақ мемлекеттігінің қазіргі заманға дейінгі
негізін бекітті десек болады. Келесі сұрақ ол қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңдері. 18 ғасырдан бастап Ресей империясының отарлауына ұшыраған қазақ хандығы мемлекеттік егемендігінен айырылды. Алайда қазақ мемлекеттігінің қалпына келтіру дәстүрі 20 ғасырдағы Кенесары бастаған ұлт-азаттық қозғалыстарда, 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық идеяларда қайта жаңғырды. Алаш автономиясының құрылуы 1917 жылы ақпан және қазан төңкерістерінен кейін қазақ зиялылары ұлттық мемлекеттікті қалпына келтіруге қадам жасай бастайды. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов бастаған алаш қозғалысы қазақ халқының саяси санасын оятты. Сөйтіп 1917 жылдың желтоқсанында Орынборда өткен екінші жалпы қазақ съезінде алаш автономиясы жарияланады. Бұл қазақтардың көшпелі дәстүрлі мемлекеттен кейінгі заманауи демократиялық негіздегі мемлекет құруға жасаған алғашқы бір тарихи талпыныстардың белгісі десек болады. Алаш орда үкімет заңды түрде ұлттық мемлекеттіктің сабақтастығын қамтамасыз етуге тырысты, бірақ кеңес үкіметінің кейін күшеюіне байланысты автономия қозғалысын тоқтатады. Қазақ АКСР және Қазақ КСР-ның құрылуы. Алаш идеялары кеңес үкіметінің ықпалымен өзгертіліп іске асады. 1920 жылы 26 тамызда РКФСР құрамында Қазақ-Қырғыз автономиялы кеңестік социалистік республикасы, яғни Қазақ АКСР құрылады. Бұл қазақ мемлекеттігінің Ресей империясынан кейінгі жаңа тарихи саяси формасы болды. 1924 жылы жүргізілген Орта Азиядағы ұлттық аумақтық межелеу нәтижесінде бұрын бөлшектеніп кеткен қазақ жерлері біріктіріліп бізге қайтарылады. Республиканың территориялық тұтастығы нығаяды десек болады. Кейін 1925 жылы астанасы Қызылордаға көшіріліп, мемлекеттің атауы Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасы болып өзгереді. 1936 жылы КСРО конституциясы қабылданғаннан кейін Қазақ АКСР одақтық республика мәртебесін алып, Қазақ кеңестік социалистік республикасы Қазақ КСР болып қайта құрылады. Одақтық республика мәртебесі қазақ мемлекеттігінің дербестігін ішінара шектейді, шыны керек. Бірақ халықаралық құқықтық деңгейде танылуына, болашақ тәуелсіздіктің саяси аумақтық негізінің сақталуына мүмкіндік берді. Яғни ішінара шектегенімен кейін болашақ тәуелсіздіктің негізінің сақталуына мүмкіндік береді. КСРО-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздік жариялануы. КСРО-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздік жариялауы. Қазақ мемлекеттігі дәстүрлерінің ең маңызды жаңғырған ғасыр соңында КСРО-ның ыдырауы кезінде орын алды. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі қазақ жастарының ұлттық намысы мен тәуелсіздікке деген талпынысының алғашқы ашық көрінісі болды. Бұл оқиға Қазақстандағы егемендік алу қозғалысының бастамасы ретінде тарихи маңызға ие. КСРО-дағы орталық биліктің әлсіреуі жағдайында Қазақ КСР жоғарғы кеңесі 1990 жылы 25 қазанда
қазақ кср-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларацияны қабылдады. Бұл құжат республиканың өзін өзі басқару құқығын, жерінің, суының және табиғи байлықтарының халықтың меншігі екенін заңды түрде бекітті. 1991 жылғы тамыз бүлігінен кейін кеңестік одақтың ыдырау процесі жеделдейді. 1991 жылғы 1 желтоқсанда тұңғыш рет жалпыхалықтық сайлау негізінде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті болып сайланады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңын қабылдайды. Бұл құжат ежелгі сақтардың, ғұндардың, түрік қағанаттарының қазақ хандығынан және алаш қозғалысынан бастау алған ұлттық мемлекеттік дәстүрінің толыққанды қалпына келгенін жариялайды. Тәуелсіздіктің жариялануы Қазақстанды халықаралық қауымдастықтың толық құқылы мүшесі етті. Мемлекеттіктің көп ғасырлық тарихын жаңа деңгейге көтерді. Қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері бұл ежелгі және орта ғасырлардағы көшпелі мемлекеттердің саяси, құқықтық және әскери мәдениетінен бастау алатын, қазақ хандығында шоғырланған және 20 ғасырдағы ұлт-азаттық қозғалыстар арқылы жаңғырған үздіксіз тарихи мұра. Сақтар мен ғұндардың батылдығы, түріктердің ел идеясы, Қасым хан мен Тәуке ханның құқықтық жүйелері, қазіргі Қазақстан Республикасының іргетасын қалаған дәстүрлердің тереңдігін көрсетеді. Алаш қайраткерлерінің демократиялық мемлекет құруға ұмтылуы, кеңес дәуіріндегі қазақ кср-ның құрылуы, тәуелсіздіктің аумақтық және саяси негізін сақтап қалуға мүмкіндік берді. 1991 жылғы 16 желтоқсан бұл тек жаңа мемлекеттің туған күні ғана емес, сонымен қатар мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан мемлекеттік дәстүрінің жеңісі және толыққанды қалпына келуі. Қазақстан Республикасы өзінің тарихи сабақтастығын мойындай отырып, ұлы дала өркениетінің мұрагері ретінде әлемдік аренада өз орнын нығайтуда.